Халықаралық әділ сөз бостандығын қорғау қоры түсіндіреді. Сотта түсіруге бола ма? Сотта түсіруге болады. Бірақ бірқатар шектеулер бар. Судья рұқсат бермейінше сот залында түсіруді бастамаңыз. Алдымен адвокат немесе процестің басқа қатысушысы өтініш беру керек, ал судья тараптардың пікірін сұрайды. Егерде процестің қандай да бір жағы прокурор немесе судьяның өзі қарсы болса, онда түсіруге болмайды. Бұл жағдайда сіз қарсы емес адамдарды ғана түсіре аласыз. Отырыс басталмас бұрын бос залды түсіруге болады. Айтпақшы, аудио жазба жүргізуге судьяның рұқсаты талап етілмейді. Түсіруге рұқсат берілді. Бұны қалай іске асырамыз? Біріншіден үнсіз, екіншіден тек бір нүктеден ғана түсіресіз. Отырыс кезінде залда әрі-бері жүруге, процеске қатысушыларды жабуға болмайды. Заңға сілтеме төменгі видеодан кейінгі пікірлерде.